Құралайдың құпиясы, ақиқат техникасы. Асылында адам баласы үшін ақиқаттан қымбат нәрсе жоқ. Сондықтан ақиқаттың асыл тәжіне жетуіміз керек. Ақиқат дегеніміз әр сөзімізде, әр ісімізде, жүрегімізбен, клетка жасушасында шындықтың болуы. Көріксіз әйелдің көзіне сұлу емессіз деп айту ақиқат емес. Ол басқаша шындық, тағдырдың һәм тұрмыстың шындығы. Ақиқат түсінігінің тамыры тереңде жатыр. Тереңге сүңгіп жету екінің бірінің қолынан келмейді. Суда ауа жетпей қалса, ақиқат жолында күш-жігер кемшін шығуы мүмкін. Өтірік пен жалғандықтың жолын бір жолада кесу үшін қай кезде де ақиқат айтылуы керек. Өмірімізге өтірікті кіргізбей, шындықтың жолымен жүрудің алғашқы баспалдағы құтты қадамы ретінде алдымен 30 күн өмірімізден өтірік атаулыны мүлде алып тастауға тырысып көріңіз. Сосын нәтижесін саралап көресіз. Қазақтың танымал ақыны Жұмекен Нәжмеденов жалғыз досына арнап: "Мен өзімді байлай алам қатерге. Сол қатерді жеңемін де ендеше. Бар айтарым арзан атақ әперме. Өзіңде арзан, досым болғың келмесе" деп тебірене жазады. Арзан болу деген ең алдымен ақиқаттан айну, өтірікке еру, жалғандықпен жапсарласа өмір сүру. Қазақ ақыны досына наз айтып, халық жұртты жамандықтан аулақ болуға, әрдайым ақиқатты іздеуге үндеп отыр. Қазіргі таңда біздер өкінішке қарай бос сөзді, құрғақ әңгімені көп айтамыз. Сол індеттің асқынып кеткені соншалықты ендігі жерде әлгі сөзіміздің қайсысы шындық, қайсысы өтірік екенін өзге түгілі өзімізде аңдамай қалатын дәрежеге жеттік. Шынын айтсам, біздің әр сөзіміздегі өтіріктің басқаға емес, өз басымызға тиетін зардабы көп. Өтіріктің арты бір-ақ тұтам дейді қазақ. Өтірікпен алысқа бармаймыз. Күні бойы өзіңді бақыласаңыз, 24 сағаттың әр минуты мен секундында саналы түрде әр сөзіңіз бен іс-әрекетіңізге есеп беріңіз. Тура дәл қазір күні бойы не істейсіз, не айтасыз, сол істе ақиқат бар ма, соны саралаңыз. Күнделікті өзіңізге әрі қарапайым, әрі тура сұрақтарды қойып, өзіңіздің іс-әрекетіңізді бақылап, қадағалап отырыңыз. Дәл қазір оқып, айтып, немесе жазып отырған нәрсеміз шындық па? Шындық болмаса, не үшін өтірік оқып, жазып, айтып отырмыз? Арзан күлкі, жеңіл әңгімені не үшін тыңдап отырмын? Пайдасы не? Осындай ащы да болса, шындық сауалдарды өзіңізге қою арқылы әр әрекетімізге саналылық сіңіруге дайындауымыз керек. Қандай да бір ісіміз бей-берекет жасалынбай, ақыл таразысына салынып өлшенуге тиіс. Біз бір ғана жолмен өзімізге есеп бере отырып қана өтіріктің жолын кесеміз, яғни жөргегінде тұншықтырамыз. Өтіріктің жолы мен тілін кесу дегеніміз бұрынғыдай бос әңгіме, жеңіл күлкі, артық өсек өтірікті түп тамырымен жою. Сөз жоқ, қандай қылықтың да басталуы қиын. Дегенде ақиқатқа жету оңайға түспейді. Қиындықтар болуы мүмкін. Десе де жоғарыдағы сұрақтарды әр сөзіңіз бен ісіңізге қойып отырсаңыз, нәтижеге жеңіл жетесіз деп айта аламын. Сонымен қатар, Инста парақшасында пайдасыз, арзан күлкі, жеңіл әңгімесі бар парақшалардан арылып тазартыңыз. Иманыңызды күшейтіп, біліміңізді арттыратын парақшаларға тіркеліңіз. Сіздің не көріп, кімді тыңдауыңыз өзіңіздің қандай болуыңызға тікелей әсер етеді. Сондықтан иманы парақшалардан әділ сөз, ақылды пайымы мол, үлгі алар жандардың өмірінен өзіңізге пайдалы ақпарат алуға тырысыңыз. Ақиқат дегенді құлағыңызға құйып алуыңыз керек. Ақиқатқа жету дегеніміз техникасын құрғақ үйреніп, босқа уақыт кетіру емес. Ақиқат сіздің әрбір денеңізде, әрбір жүріс-тұрысыңызда атқарған шаруа, жасаған әрекет, тіпті әрбір пісірген тамағымызда болуы керек. Бұл техника өміріңізге ақиқатты кіргізу арқылы саналы түрде ақ жолмен жүріп, адал өмір сүруге есік ашады. Аққа Құдай жақ деген шынайы шындық бар жерде байлық та, бақыт та, береке де, бірлік те болады. Ақиқат техникасы өміріңізден өтірікті алып тастап, шындықты енгізуге көмектеседі.